Мынау кәдімгі баклажка, үстінде су, ауырлық болу үшін қойып қойған. Мен сіздерге қазір көрсетейін бұның не екенін. Көрініп тұр ғой, иә, міне. Бұны кел, мына жерін көрсетіп жүр. Асты жағына мына тағараның ішіне осындай банкілерді қойдым. Өйткені мынаның ішіндегі суын сығып жатырмын мен. Енді бұның ішінде не бар? Сіздерге соны көрсетейін. Бұл да сіздерге жаңалық болар. Өте денсаулыққа пайдалы. Бұл да тамақ. Қараңыздар, өзім қолдан жасап жатырмын. Бұның техникаларын бәрін мінекей үйренгенімізге уже 6-7 жыл болды. Көрдіңіздер ма? Міне бұл оливки, кәдімгі зейтін. Өзім осыны ферментациясын жасап, тұздап, кәдімгідей міне столға қойып жейтін зейтінімді дайындап жатырмын. Ішінде тек қана тұздалған зейтін ғой енді. Зейтіннің пайдасы Түркияда жүректің досы деп айтады. Зейтін майын, зейтіннің өзін. Бұдағы май, зейтін майында Е витамині бар. Және зейтін майының омега-3-ке бай жүрек бұлшықеттерін дамытады, эластичный жасайды, теріңізді әдемілейді. Енді барынша әрине біздің Қазақстанда мұндай зейтіндер өспейді. Мына Егей теңізі, Жерорта теңізінің жағалауының бәрін жайлаған осындай зейтіндер. Енді бір білгіңіз болсын деп бөлісіп жатырмын. Жіберсейші маған бір дәмін көрейік, жейік дейтін кісілер болса жазыңыздар, қызық болса жазыңыздар. Жіберу мүмкіндігін мен де сұрастырып білейін. Дәл қазір зейтіннің заманы, сезоны. Мінекей көріңіздер ма, мынау 2 апталық халі, уже жеуге дайын, органик өзімнің дайындаған зейтінім. Мынау тағы үстіп тұра береді енді, үстіп қойып қоям. Үстіп ферментация несінде тұра береді біткенше. Жазыңыздар.